Сәлем достар, бүгін перекистің пайдалы қасиеттері туралы айтамыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сутегі асқын тотығы мүлде қауіпсіз және табиғи антисептик болып табылады. Бұл арзан әрі жоғары әсерлі зат әр адамның дәрі қобдишасында болуы тиіс. Сутегі асқын тотығы, яғни перекись водородының көмегімен тек жарақаттарды залалсыздандырып қана қоймай, оны дәстүрлі емес мақсаттарда да қолдануға болады. Ол үшін 3% сутегі пероксиді қолданылады. Оны кез келген дәріханадан оңай таба аласыз. Біріншіден, киімдерді ағартады. Жуылған ақ түсті киімдер мен сүлгілерді 1 стакан сутегі асқын тотығы қосылған суда шайып алыңыз. Бұл уақыт өте келе ақ түсті киімдердің сарғайып кетуінен сақтайды. Сондай-ақ кетуі қиын дақтарды да кетіруге көмектеседі. Ол үшін дақ тиген жерге азырақ ерітіндіден жағып, бірнеше минуттан кейін щеткамен ысқылап жуып, салқын сумен шаю керек. Сондай-ақ аяқтағы саңырауқұлақты, яғни грибоктарды емдейді. Ол үшін бірдей мөлшерде су мен сутегі тотығын араластырып, күн сайын кешке таман аяқтың зеңді аймақтарына жағып қойыңыз. Мойын ауруын басады. Ұзақ уақыт жайсыз қалыпта отыратын адамдар үшін таптырмас құрал. Егер мойныңыз құрысып қалып, мойын бұлшық еттерінде ауырлық сезінсеңіз, орамалды осы ерітіндіге малып, мойныңызға тағып, сыртынан сүлгімен орап қойыңыз. Мұндай компрессті 10-20 минут ұстау керек. Ол мойын бұлшық еттерін қыздырып, ауру сезімін жояды. Сондай-ақ сутегі асқын тотығы мұрын бөтелуінен қорғайды. Ол үшін 1 ас қасық сутегі пероксиді мен 1 ас қасық газдалмаған минералды суды араластырып, спрей ретінде қолданыңыз. Ауыз қуысының ауруларын емдейді. Ауыз қуысындағы жара ауруларды емдеу үшін 10 мг сутегі тотығын аузыңызға құйып, 5 минут ұстаңыз. Жұтып қоюға болмайды. Осылайша, сіз ауыз қуысын тазалап қана қоймайсыз, тісіңізді бірнеше тонға ағартып, тіс қағының пайда болуынан да сақтанасыз. Дүкенде сатылатын ауыз қуысын шаюға арналған құралдардың орнына осы ерітіндіні пайдаланған дұрыс. Линзаларды залалсыздандырады. Кейде дәріханадан алатын линзаларды дезинфекциялауға арналған ерітіндінің орнына сутегі асқын тотығын қолдануға болады. Ол линзаларды жақсы залалсыздандырады. Үй жинауды жеңілдетеді. Жоғарыда атап өткен қасиеттерінен ақ сутегі асқын тотығының микробтарды жоятынын байқаған боларсыз. Оның кішкентай мөлшерін шүберекке сеуіп алсаңыз, немесе тазалауға арналған құралға араластырып қойсаңыз, терезе айнаны жақсы тазартады. Тамақ ауруын басады. Тамағыңыз қатты ауырып жатқанда, жарты стакан жылы суға жарты ас қасық сутегі асқын тотығын араластырып, жақсылап тамағыңызды шайыңыз. Сутегі асқын тотығы ауру туғызатын бактерияларды жоятындықтан, осылай тамақты шаю, тұмау, жөтелдің де алдын алады. Құрметті көрермен, осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы менің каналымда қандай видео көргіңіз келеді? Астына комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Баршаңызға рахмет, келесі кездескенше сау болыңыздар.